тұманды кешкен шығарма сонау жолдарым естен тақтаға жазған ұстаз тәлімін партада тыңдап үлгі алып өскен. Соңғы қоңырау сыңғырлап үнің көңілде тұр-ау, арнамдан асып толқындай тасып төгілгенім-ау, аттанар сәтте көрінген мынау, қимадым сені соңғы қоңырау, аттанар сәтте көрінген мынау, қимадым сені соңғы қоңырау. Соңғы қоңырау сыңғырлап үнің көңілде тұр-ау, арнамнан асып толқындай тасып. Соңғы қоңырау сыңғырлап үнің көңілде тұр-ау, арнамдан асып толқындай тасып төгілгенім-ау, аттанар сәтте көрінген мынау, қимадым сені соңғы қоңырау. Соңғы қоңырау сыңғырлап үнің көңілде тұр-ау, арнамнан. Тұманды дүбір ән жырлы, жайқалған өмір жаспағы, мінекей тағы бір жылды сырғытып ары тастады. Ұстаздардың жаны нұр, шаттық күйін бөліскен, аяқталды тағы бір оқу жылы жеміспен. Қайырлы күн қымбатты қонақтар, ата-аналар және оқушылар. Армысыздар, 2025-2026 оқу жылының аяқталуына арналған соңғы қоңырау мерекесін ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Қызығы мен қиындығы мол, тағы да бір жылды артта қалдырып, тағы бір оқу жылы тарих қойнауына еніп барады. Жас жүректің өмірлік құштары гүл, бағбан ұстаз баулыған құстары бол. Керемет әнмен шыққалы отырған 11-ші А сынып оқушыларын қарсы алайық керемет шапалақпен деп кәнекей 11-ші А сынып оқушыларын ортаға шақырамыз. Сынып жетекшісі бастап келеді. Мектеп бітіруші 11-ші А сыныбының түлектерінің сынып жетекшісі Сыйқымбекова Назгүл Мұханқызы бастап келеді. 11 ұл, 12 бойжеткен оқу аяқталғалы отыр. Шампиев Алижан, Тоққожа Нұрай, Мирам Даниял, Айдарқызы Аржан, Өмірбек Арман, Өмірбек Пересат Құрмашев, Мұхаммед Избасар Фатиқа, Нұрдаулет Яс Жұманбек Аида, Назимов Салман, Жонахмет Үкілім, Шыңғысхан Мұхаммед, Дархан Айым, Байысып Әділет, Бақытбек Балнұр, Тұрарбек Бақбол, Гариф Алуа, Измаилов Ақпар, Қуанышбек Айкерім Дос, Орынбасар Мұхаммед, Сансызбай Аделя, Дауренбекова Жамиля. Ендігі уақытта Сыйқымбекова Назгүл Мұханқызының жетістігін айтып кетейік. Ханипа Бітібаева олимпиадасының республикалық жүлдегерін дайындаған абай оқулары, Махамбет оқулары, жарқын болашақ республикалық жарыстан үздік оқушылар дайындап, Алматы әсем қала, Машкүр Жүсіп оқулары, Ілияс Жансүгіров оқулары, Мұқағали Мақатаев оқуларының аудандық және қалалық республикалық деңгейде оқушыларын танытып, керемет жетістікке ие болған 3-ші сынып түлектерін ұшқалы отырған сынып жетекшімізге қошемет көрсетіп қояйық.
бастап келе жатқан Рыспаева Рая Бинарбекқызына қол шапалақ. 12 ұл 11 бойжеткен аяқталғалы отыр. Шәріпхан Ерлес, Амангелді Жұмабек, Дұршанова Нұрсауле, Рақжан Рамет. Сыйбар өткен самалда Қазағымда қаласан ау деп білем Қайда көрсең Қазақстан Республикасының гимні орындалсын. Рахмет. Бүгінгі соңғы қоңырау жиынымыздың қонақтары Бостандық ауданы әкімдігінің қоғамдық даму бөлімінің бас маманы Бекетаев Нұрдаулет Нұрланович. Және де арамызда отырған ұлағатты ұстаздар, кәсіби мамандар, атамызда бар, әжемізде бар. Қолдарыңызды көтеріп қойыңыздар. Шапалақ қонақтарымызға. Ата-аналар, қайдасыздар? Кәнекей көңілдірек. Керемет. Құрметті жиынға қатынасушылар. Салтанатты жиынымыздың алғашқы құттықтау сөзі мектеп гимназия директоры Садыкова Назира Қалыпсбековнаға беріледі. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, ата-аналар және бүгінгі Қоңырау кешінің 9 және 11 сынып түлектері. Бүгін әрине ерекше күн. Бұл күн сіздердің мектеп қабырғасындағы балалық шақпен қоштасып, үлкен өмірге қадам басатын сәттеріңіз. Соңғы қоңырау тек оқу жылының аяқталуы емес, жүректе мәңгі сақталатын естелік, арман мен үміттің бастауы. Қымбатты түлектер, мектепте алған білімдеріңіз бен тәрбиелеріңіз сіздерге өмір жолында әрдайым серік болсын. Қай жолды таңдасаңыздар да адалдықты, еңбекті, адамгершілікті биік ұстаңыздар. Биік мақсат қойып, батыл қадам жасаңыздар. Әрқайсыңыз елдің мақтанышысы болатын азамат болып өседі деп сенемін. 11 сынып түлектеріне сәтті ұлттық бірыңғай тестілеуден өтіп, дұрыс таңдау жасап, жарқын болашақ тілеймін. 9 сынып оқушыларына алдағы білім жолында табыс пен сенімділік тілеймін. Түлек 2026. Ата-аналарыңызға, ұстаздарыңызға алғыс айтуды ұмытпаңыздар.
Сіздердің әр жетістіктеріңізге олардың еңбегі мен махаббаты жатыр. Ақ жол тілектер, армандарыңыз орындалып, қанаттарыңыз талмасын, жолдарыңыз ашық, болашақтарыңыз жарқын болсын. Сәт сапар, жас түлектер. Рахмет. 2025-2026 оқу жылының аяқталуы жөніндегі мектеп гимназия директорының бұйрығын оқу үшін директордың оқу тәрбиесі жөніндегі орынбасары Альпенова Диляра Маратовнаға беріледі сөз. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, ұстаздар, құрметті мектеп бітіруші түлектер. Барлықтарыңызды бүгінгі ерекше күн соңғы қоңырау мерекесімен, әсіресе 11-ші сынып бітірушілерін құттықтаймын. Алдағы өмірлеріңізге жарқын болашақ, сәттілік тілеймін. Болатын ұбытымыздан жоғары бал алып, барлықтарыңыз ата-аналарыңыздың үмітін ақтап, өздеріңіздің ойларыңыздан шығатын балды алып, қуанышқа бөлене беріңіздер. Бұйрық номер 143. 2025-26 оқу жылын аяқтау және орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды қорытынды аттестаттаудан өткізу мерзімдерін бекіту туралы. Орта білім беру ұйымдарында 2025-2026 оқу жылының басталу және аяқталу мерзімдерін, сондай-ақ білім алушыларды қорытынды аттестаттаудан өткізу мерзімдерін айқындау туралы Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрінің 2025 жылғы 5 тамыздағы нөмір 174 бұйрығына сәйкес бұйырамын. Оқу жылын аяқтау мынандай тәртіпте белгіленсін. 1-11 сыныптардағы оқу сабақтары 2026 жылдың 25 мамырында аяқталсын. Екінші, қазақ тілінен пәнінен 5-8 және 10 сыныптарда аралық аттестаттау 26 мамыр және 28 мамыр күндері өткізілсін. Үшінші, қорытынды аттестаттаудың мынандай мерзімдері бекітілсін. 9 сынып оқушыларының қорытынды бітіру емтихандары 2026 жылдың 29 мамыр 11 маусым аралығында өткізілсін. 11 сынып оқушыларының мемлекеттік бітіру емтихандары 2026 жылдың 2 маусым 15 маусым аралығында өткізілсін. Қорытынды аттестаттаудың өткізудің мынандай мерзімдері бекітілсін. 9 сыныптар бойынша математика 29 мамыр, таңдау пәндері бойынша 3 маусым, қазақ тілінен 8 маусым, орыс тілінен 11 маусым. Яғни 11 маусым күні 9 сыныптарда емтихан аяқталады. 11 сыныпта оқушылар үшін Қазақстан тарихы 2 маусым, алгебра 5 маусым, қазақ тілі 9 маусым, таңдау пәні 12 маусым және орыс тілі пәнінен 15 маусым. Орта білім беру ұйымдарында 2025-26 оқу жылының басталу және аяқталу мерзімдерін, сондай-ақ білім алушылардың қорытынды аттестаттаудан өткізу мерзімдерін айқындау туралы Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрінің міндетін атқарушы 2025 жылғы 5 тамыздағы 174 бұйрығына сәйкес енгізілсін. Оқушыларды қазақ тілі пәнінен 5-8-11 сыныптарда аралық аттестаттауды және 9-11 сыныптарда қорытынды аттестаттауды үлгі ережеге сәйкес жүргізу жауапкершілігі директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Дилара Маратовна Альпеноваға жүктелсін. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау өз құзырыма қалдырамын. Рахмет, ду қол шапалақ. Оқу жылын аяқтап жатырмыз, кәнекей бәріміз белсенділік танытайық. Құрметті ата-аналар, оқушылар. Бүгін біз керемет той тойлағандай, ұстаздық жай бір сөзден айтылмас құр. Ұстаздық ұрпақ үшін сарқылмас нұр. Сондықтан ең керемет қадірлі қасиетті ұстаздық мәңгі бақи таусылмашы дегеле тамаша біздің ортаға келіп отырған сынып жетекшілерді қарсы алайық. Ортада бізде қазір Қалиева Анар Ахметжанқызы, бастауыш сынып мұғалімі, Жансетбаева Алма Серікқызы, Ахметжанова Анар Амангелдіқызы. Сонымен қатар әрине өздеріңіздің 11-ші сынып түлектерін шығарып отырған Сехімбекова Назгүл Мұхановна, Рысбаева Рая Бинарбековна, Нұрметжанова Гүлайым Нұрлатқызы, кәнекей доң қол шапалақпен ортаға шақырамыз сіздерді, құрметті сынып жетекшілер. Адымдап ортаға келсеңіз, қоңыраудың астында.
сіздерде. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, түлектер және қонақтар, сіздерді бүгінгі соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Қымбатты менің шәкірттерім, аяулы түлектер, бүгін сіздер үшін ерекше күн. Кеше ғана мектеп табалдырығын аттап, кішкентай ғана бүлдіршіндер болып келген едіңіздер. Енді бүгін арманы асқақ, ойы биік азамат болып өсіп, үлкен өмірге қанат қаққалы тұрсыздар. Алғашқы ұстаздарыңыз ретінде сіздердің әрбір жестіктеріңіз мен үшін үлкен қуаныш, әр қадамдарыңыз мен үшін үлкен мақтаныш. Сіздерді алда талай асулар мен белестер күтіп тұр. Қай жерде жүрсеңіздер де адалдықпен, адамгершілікті серік етіп, бойларыңызға жиған адами қасиеттеріңізді мәңгі сақтаңыздар. Білімді, үлгілі, өнегелі, тәрбиелі, жүрегі мейірімге толы азамат болыңыздар. Білімдеріңіз бен еңбектеріңіз сіздерді биік шыңдарға жетелесін. Асқақтаған армандарыңыз орындалып, ата-аналарыңыздың, ұстаздардың үмітін ақтайтын еліміздің мықты азаматтары, мақтаныштары болыңыздар. Әрдайым жолдарыңыз ашық, болашақтарыңыз жарқын, қадамдарыңыз нық болсын. Алда тұрған сынақтан сүрінбей өтіп, ең жоғарғы бал жинап, грант егері болуларыңызға шын жүректен тілектеспін. Сіздерге сәт сапар, ақ жол тілеймін. Бақтарыңыз жансын. Рахмет назарларыңызға. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, шәкірттер, мектеп бітіруші, түлектер және қонақтар, сіздерді бүгінгі соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге болашақта ұбт-да 140 бал алып, мектебіміздің мәртебесін биікке көтереді деген үміт артып отырмыз. Осы үміттеріңіз ақталып, грант иегері болып, Қазақстан елімізді биікке көтеретін, нық қадамдар бастайтын, жарқын болашаққа апаратын, үлгілі, ұлағатты тұлға болып тәрбиеленіп шықты деген үмітіміз өте басым, жоғары. Біздің еліміздің мәртебесін көтеретін жастар сіздер. Болашақ сіздердің қолдарыңызда. Сондықтан сіздерге жарқын болашақ, мықты білім және білікті маман болады деген үмітіміз басым. Сол үмітке қол жеткізуге шын жүректен тілектеспіз. Қанаттарыңыз талмасын, биікке самғаңыздар. Жұлдыздарыңыз жарық болып, әр уақытта Қазақстанның биік төрінен көруге Алла нәсіп етсін. Қымбатты менің түлектерім, 11-ші сынып оқушылары. Міне бүгін сендер үшін ерекше күн. Кеше ғана кішкентай бүлдіршін болып, осы мектеп табалдырығын аттаған едіңдер. Міне бүгін өмірге қанат қаққалы отырсыңдар. Осы жылдар ішінде өскендеріңді, қалыптасқандарыңды, армандарға қол созғандарыңды көріп, әрқайсыңмен ерекше мақтанамын. Алдыларыңдағы өмір жол жарқын, сәтті болсын. Қандай да мамандық таңдасаңдар да, адалдықта, адамгершілікте және еңбекқорлық серіктерің болсын. Ұлттық бірыңғай тестілеуді сәтті тапсырып, ата-аналарыңның үмітін ақтаңдар. Мектептегі достықтарың үзілмесін, жүректеріңде тек қана жылы естелік болып қалсын. Мен сендермен мақтанамын. Қымбатты менің жас түлектерім, сендерге ақ жол, жарқын болашақ тілеймін. Тамаша! Мектеп бітіруші 11-ші сынып түлектері, мектеп табалдырығын аттаған кезден бастап, білім жолында үлкен ізденісте болдыңыздар. Мектепке, міне, қазіргі кезде тарыдай болып келген жас бала, таудай талапкерге айналдыңыздар. Әрбір қадамдарыңызды нық басып,
армандарыңыз орындалып, ойлаған мақсаттарыңызға жетіңіздер. Сіздердің әрбір мақтаныштарыңызға 81-ші мектеп гимназиясы, өсірген ата-аналарыңыз және еліміз мақтанатындай азаматша болыңыздар. Сіздерге өмір жолындағы сапарларыңызға үлкен сәттілік тілеймін. Жарқын болашақ сіздерге әрдайым есігін ашсын деймін. Сіздер біздің мәңгі есімізде қаласыздар. Әрбір өнерлеріңізбен, білімдеріңізбен, естеліктеріңізбен сіздерді өте жақсы көрем. Жас түлектер, алдағы өмірлеріңіз жарқын болсын. Сәттілік. Бүгін сендер үлкен өмірге қадам басқалы тұрсыңдар. Осы 11 жыл бойы мектептен тек білім алып қана қоймай, достықты, жауапкершілікті, бір-бірімен жақсы сәттерді, қиындықтарды бөлісуді үйрендіңдер. Осыған байланысты енді бүгінгі сендер үлкен өмірге қадам басқалы отырғандарыңды шын жүрекпен бүгінгі мерекелерімен құттықтаймыз сендерді. Әрқайсыларыңның жүректерінде асыл армандарың бар, жолдарыңда әртүрлі мүмкіндіктер бар. Сол мүмкіндіктерге, жолдардың қайсына барсаңдар да, ең бастысы бойларындағы адамгершілік пен мейірімділікті жоғалтпаңдар. Алдарында кездесетін барлық қиындықтардан төтеп беріп, олардан ешқашан қорықпаңдар, өйткені сендердің басқан әрбір қадамдарың сендерді әрқашанда мықты ететін болады. Сендерге ең бастысы жарқын болашақ тілеймін, әрқайсысыңа мықты денсаулықпен бақыт тілеймін, шынайы бақыт тілеймін. Балалар, сендерге тек қана ақ жол болсын, осы мектеп сендерді жалпы Ұстаздарым үміт түбін үзбеген, білім шыңнан жарық сәуле іздеген, бүлдіршінді жетелер кеп партаға, ұшыратын қимас нұрлы жүзбенен деп 11-ші А, 11-ші Ә, 11-ші Б сынып оқушылардың атынан керемет ұстаздарына тілектерін арнайтын Тоққожа Нұрай, Шалабай Арайлым, Чеготаева Ақниет. Бүгін өте ерекше күн. Бір жағынан біздің алдымыздағы жаңа кезең ашылмақ. Екінші жағынан өміріміздегі маңызды тараулардың бірі жабылуда. Бәріміз осы уақытқа дейін ойнап, күліп, бірге күшті уақыт өткіздік. Мектебімізде әртүрлі қызықты мектеп күндері, түрлі іс-шаралар бәрімізді бір-бірімізге жақынырақ етті. Осы бастауыштан бері бүгінгі күнге дейін білім берген, шыдамдылық танытқан, сенім артқан ұстаздарымызға мың алғыс. Жас түлек, сіздерге сәттілік тілеймін. Болашақ өмірде армандарыңызға жетіп, өз орныңыздарды табуды бұға тілектеспін. Рахмет. Құрметті ұстаздар мен ата-аналар, бүгін 25 мамыр, соңғы қоңырау біз үшін соғылмақ. Бұл бәріміз үшін ерекше сәт. Бұл тек қимастық күн емес, жаңа өмірге алғашқы қадам жасау деп білемін. Уақыт өте келе бәрі ұмытылғанымен, мектеп қабырғасында өткен 11 жыл уақытымыз мәңгі жүрегімізде қалмақ. Осы орайда, осы мектептің мұғалімдеріне үлкен алғыс білдіргім келеді. Әрқашанда қасымызда табылып, қобалжыған уақытта өздерінің қолдауларын білдіріп, қуанышымызды бірге бөліскен барлық мұғалімдерге алғыс айтқым келеді. Олар бізге тек білім ғана беріп емес, осы өмірде дұрыс жол таңдауымызға үлкен көмек көрсетті. Және де осы күнге жеткізген ата-аналарға мың алғыс. Жас тілек, бәріңе ақ жол, тек сәттілік тілеймін. Рахмет. Рахмет. Сәлеметсіздер, құрметті ұстаздар, ата-аналар және қадірменді қонақтар. Бүгін біз үшін өте ерекше сәт. Себебі біз бүгін балалықпен қоштасып, жаңа өмірге қадам басқалы тұрмыз. Ең алдымен бізге тек қана білім бере қоймай, бізді адам болуға және де адал болуға үйреткен ұстаздарымызға бас иіп алғыс айтамыз. Сонымен қатар біздің әрбір жетістігімізге қуанып, әрқашанда бізге қолдау көрсеткен ата-аналарымызға рахмет айтамыз. Бүгінгі біздің жетістіктеріміз олар сіздердің еңбектеріңіздің нәтижесі.
Ал енді сыныптастарым, сендерге өте көп алғысымды айтқым келеді. Біз бірге нешеме қиындықтардан да өттік, қуаныштардан да өттік. Осы мектеп қабырғасындағы болған әрбір естеліктер біздің есімізден ешқашан кетпейді деген үміттемін. Бүгінгі соңғы қоңырау, бұл тек қана соңы емес, бұл біздің жаңа өміріміздің бастамасы. Ал жас түлектерге тек қана сәттілік тілеймін. Тамаша, рахмет. Осы нотада 9-шы сынып алғашқы қолдарына аттестат алатын оқушыларымызға құрмет ретінде естеліктеріңізді сыйлауға болады. 11-ші А сынып оқушылары 9-шы сынып оқушыларына естеліктеріңізді сыйлаңдар. Ақ жол тілеп, сіздердің жолдарыңызды тілеп, көгершінімізді, ақ кептерімізді сыйлаңыздар. Жалын ән бар, жас талапкер сөзіме көңіл аудар. Бұл сәттің әр кезін қазірге есіңізге алып, бұйырса жоғарғы оқу орнына ақ жол тілеп отырған ата-аналарымызға ду қол шапалақ. Мектебімен ұшқалы отырған, бүгінгі мектеп бітіргелі отырған түлектеріміздің вальсін тамашалақсақ қалай болады екен? Ортада 11-ші А сынып оқушыларын қарсылайық. I'm being cool.
тыңдамақшы. А сынып түлектерін керемет әуенді вальс биін шақырамыз. Құтты болсын. Құрмет қалай? Мереке құтты болсын, қадірменді ағайындар. Шап! Келгенде көктемі көңілі гүл басқан шырағын көктегі жұлдызбен сырласқан өзегім менің жаныма қосып жүремін деп менің жерім деп менің соғады мәңгі жүрегім ай түлегі сендер тірегі сендер бол елдер назары сендер ажары сендер бол елдер ақ күнде асқар бол өрлеген жалында жастарға жүлдені бермеген өз елім менің жырыма қосып жүремін төрім деп менің жерім деп менің соғады мәңгі жүрегім ай түлегі сендер жүрегі сендер ол елдің назары сендер ажары сендер бұл елдің шап! Бұзылмас қамалы батыры уақыттың тербеген самалы бесігі бақыты шап! Өз елім менің жырыма қосып жүремін төрім деп менің жерім деп менің соғады мәңгі жүрегім ай түлегі сендер бол елдің назары сендер ажары сендер бұл елдің ай түлегі сендер бол елдің назары сендер ажары сендер бұл елдің көп рахмет. Can dауыс па? Сен алмаймын мен, сен алмаймын уақытқа алынма. Кеше ғана бала еді қарау, бүгін бөлек жолда. Қайта алмаймын өткенге қайта. Балалық шақ қалды алыста, жүрек толы арман. Тоқта
Дәуренбек ва Жамиляның тобы келіп отыр. Кавказ биін тамашалайық. Хоп деп қолдап отырайық, кәнеки. шақырамыз. 11-ші А сынып жетекшісі Секімбекова Назгүл Мұқановна. 11-ші А сынып жетекшісі Рыспаева Рая Биналбековна. 11-ші Б сынып жетекшісі Нығметжанова Гүлайя Нұрлыққызы. Сіздер үшін сынып жетекшілеріңіз тосын сый деді. Айтпа деді, бірақ енді айтуға тура керек болып тұр. Тосын сый қабыл алыңыздар. Сынып жетекшілеріміздің әдемі әуезді әні. Соңғы рет соғылар қоңыр ауы
атана қуанышың, жасқа толды кәмелет жұбанышың. Қанат таңдап ұядан ұшқалы отыр, бір биікке күнертең шығарышың. Тарыдай боп келіп ең кеше ғана, таудай ұл қыз болыпты өсе дара. 11 жыл білім нәрін сусындатып, мектепті де бітірді аман есенде келе. Сөз кезегін ата-аналарымызға береміз. 11-ші А сынып ата-аналарының атынан Тілеукеев Тоққожа Айтжанұлы. Құрметті нөмірі 81-ші мектеп гимназиясының ұстаздары мен ата-аналары, мына сіздерді шын жүректен бүгінгі оқушыларыңыз 20 жылдың аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын ата-аналардың атынан. Ал енді жас түлектер, сіздерге тілейтінім енді міне тарыдай болып кіріп, таудай болып мектептен ұшқалы отырсыздар. Сіздерге тілейтінім ақ жол, талаптарың зор болсын. Тек қана осы өмірдегі бар жақсылық тілейміз. Әсіресе мына 11-ші сыныбының сынып жетекшісі Назгүл апай ханымға көп рахмет айтамыз. Осындай оқушылар тәрбиелеп шығып, керемет оқушылар дайындадыңыздар. Енді жас түлектерге тілейтіндерім, алдағы емтихандарыңызды тек жақсыға тапсырыңыздар. 140 балдан барлықтарыңызға алуға тілектеспін. Аңсаған армандарыңызға, ойлаған ойларыңызға жетулеріңізге шын жүректен бүткіл ата-аналардың атынан сіздерге рахметімізді айтамыз. Сенеміз сіздерге. Еліміздің егеменді Қазақстанның үлкен бір азаматы болып, әрқайсың әрбір жерден орындар тауға шын жүректен тілектеспін. Қадамдарың құтты болсын, сіздерге ақ жол, қуанышты өмір, үлкен бақыт тілеймін. Жолдарыңыз ақ болсын. Мектептеріңізді ұмытпайсыздар, осы мұғалімдеріңіз, ұстаздарыңызды. Өйткені сіздерді 11 жыл бойы біліммен сусындатқан ұстаздарыңа көп рахмет. Ата-аналар атынан сіздерге көп рахмет айтамыз. Рахмет сіздерге, тамаша, қошемет. Сізге текті Қазақстан Республикасы мемлекеттің шаңатысы. Қоштасады алтын ұя мектебің, маңдайынан сипап өтер көктемің. Сәт сапар деп қол бұлғаймыз бәріміз, тілейміз тек армандарға жеткенін. Қиындықтар мойытпасын сіздерді, батылдықтың асыңыздар сан белдерді. Біліміңді қуансаңдар мектепті, жақсы іспен қуантыңдар елден діни келе. Сіздердің ең соңғы қоңырау соғу рәсіміне, арманыңа жаныңа жалын от. Жас талапкер сөзіме көңіл аудар. Бұрынғыдай күтпейді мектеп сені, бұрынғыдай соғылмас қоңыраулар. Мектеп қайта есігін ашпай денді. Өмір ұстаз ақылды ақша шөнді. Басқаша енді үйретер бар сабағың. Қоңыраулар соғылар басқаша енді де келе. Қымбатты мектеп бітіруші түлектері, енді міне ең жауапты керемет рәсіміміз қоңырау соғу рәсімі. Кәнекей қошеметпен қазалайық. 11-ші А сынып оқушыларын Сықымбекова Назгүл Мұқанна бастап келеді. 11-ші Ә сынып оқушыларын Рыспаева Рая Бимарбек бастап келеді. 11-ші Б сынып оқушыларын Нығметжанова Гүлайым Нұруллат қызы бастап келеді. Кәнекей қоңырау соғамыз.
Thank